Сәлем достар, бүгін жалбыз қосылған кекс дайындаймыз. Пісте маймен жалбызды араластырып, жалбызды майдалау үшін блендерлеп аламыз. Жұмыртқа мен қант араластырып миксерлеп, оған сүт қосамыз. Сосын жаңағы майдаланған жалбызды майымызды қосамыз. Ұнға 1 қасық разрыхлительді араластырып, сұйық массаға қосып, күрекшемен араластырамыз. Кекстің қамыры дайын болды. Енді формаларға толтырмай салып, 180 градус пешке салып, 30 минутқа пісіріп аламыз. Осымен кексіміз дайын болды. Менімен бірге жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше шығады. Сау болыңыздар.